Клеверпост бағдарламасы арқылы тауарларды офлайн және онлайн сатудың әдіс тәсілдерін және функционалдық ішкі интерфейсінің батырмаларын таныстырып өтеміз. Қазір міне парақ ашылып тұр. Тауарлар мен қызметтер деген парақ. Бұл номенклатура мәзірінде орналасқан. Бұл жерде дүкенде қандай тауарлар бар, қандай категориялар бар, олардың ішінде қанша тауар бар екен барлығы ішінде көрсетіледі. Әр тауардың ішіне кіріп редакциялауға болады. Бұл жерде тауардың сатып алынатын немесе жасалынатын құнына кететін ақшаның мөлшері көрсетіледі және тауардың минималды сатылым бағасы үшін көрсетіледі. Суреттерін бар жерде жасалды. Автомат түрде ұлттық қордан каталогтан штрих-кодын алады. Осы жерге мәлімет болса міндетті шығады. Осы жерден өзгертіп жасауға болады. Ары қарай кеттік. Мына жерде міне штрих-код басып шығаратын батырма бар. Штрих-кодты мына жерде қандай екенін баптап, осыны басып шығарып тауарға жабыстырып қоюға болады. Тауарды пост-терминал арқылы сатылғанда осы номенклатурадағы тауарлардың бәрі пост-терминалға шығып, осы штрих-кодты сканерлеп сата бересіз. Яғни бұл офлайн сатылатын дүкендер үшін. Офлайн сатылатын тауарлар мына сияқты пост моноблоктар алады. Бұл моноблоктан екі жақты Каспий терминалдарға қосылады. Бұл осындай принтермен, баркод сканерлейтін штрих-код сканермен және екі жақты монитормен бірге беріледі. Яғни осы құрал істе тұрса, супермаркеттегі сияқты пост-терминалмен тауарды штрих-код арқылы клиенттерге сата бере аласыз. Ары қарай кетті. Енді осы тауарларды онлайн қалай сатуға болады? Ол үшін интеграция қарастырылған Каспий дүкендермен. Мына жерде бассаңыз, бүкіл тауарларыңыз тұрған қызметтен басқа тауарлар, сатылымға шығатын тауарлар автомат түрде осы жерде жүктеледі. Мына жерде синхронизация деген батырма бар. Егер қандай да бір тауар дүкенге келіп түссе, жаңадан синхронизацияны бассаңыз, автомат түрде 1989 тауар тізімі неметіп, жаңарып, жаңа тауарлар түсті. Мұнда қосылмаған тауарлар автомат түрде корзинаға түседі. Басып ашып көруіңізге болады. Мына жерде мен көрсетіп тұр, мына тауар корзинаға түсті. Минималды бағасы 420 мың деп көрсетілген екен мына жерде. Яғни калькуляция көрсетті, мынандай 420 мың сатып алынбаған, 420 қанша қайтадан сатсаң, 72 мың шығын шығады. Мына жерде мынандай есеп қисабын бәрін өзі есептейді. Салыққа қанша кетеді, тасымалдау қызметіне қанша кетеді, Каспий қанша ұстатылады деген сияқты. Есептеп, тура осындай 492 мыңға сатып алған диванды сатсаңыз, мынанша бағадан сатуды деп түсінеді. Баға ұнап жатса, мына батырманы бассаңыз, автомат түрде бағаны қабылдайды. Ал егер баға қымбат болатын болса, тауарды қайтадан жаңадан енгізесіз. Немесе мына жердегі номенклатуралық бағасын түсіру керек. Ол үшін мына жерге кіреміз, осы тауарды іздейміз. Тауар міне шықты. Сатылым бағасы 350 мың теңге. Ал сату бағасы 420. Саттадық. Енді интеграцияға кіріп Каспийден шығып көрейік. Неге бұлай болып тұрғанын 420. Мына жерде мынаны басайық. Барлық тауарлар жаңарды. Енді корзинадан шығамыз. Ары қарай қандай функционалды батырмалар бар екенін көреміз. Мына жерде баптаулар деген мәзір бар. Ішіне кіретін болсақ, бағалар мен үстеме қосу мәзірі көрсетілген. Бұл жерде әртүрлі қызметтің комиссияларының ұстайтын салықтарының пайыздық мөлшерлерін көрсетуге болады. Сонда бағана көрсеткен калькулятор өзінің есебін ауыстырады. Мына жерге барлық мысалы есеп қисаптарды бүкіл тауарлар қолдануға болады. Алдын ала сату мәзірі бар. Мына жерде бассаңыз автомат түрде тауарларға алдын ала сату мәзірі қосылады. Мына жерге күнін белгілейсіз де бас қаласыз, автомат түрде бүкіл тауарға мысалы 2 күн қосылды. Керек жоқ болса алып тастайсыз. Содан кейін мына жерде алдын ала сатуды өшіріп тастайсыз. Бітті, тауарлардың алдын ала сатуы өшіп қалады. Өте жылдам әлі қолай істеледі. Ары қарай енді аналитика мәзірі бар. Немесе мына жерден ашуға болады, немесе экран сол жағында Каспий аналитика дейді. Бассаңыз арнайы парақ ашылады. Бұл жерде әр тауарыңыз парсинг мәліметтері бойынша қандай орында тұрғанын көрсетіп тұр. Бірінші орында 1269 тауар бар екен. Баса қалып өзгерді. 1700 тауар бар екен. Екінші орында 1077 тауар бар. Үшінші орында 40, төртінші 8, 5-те 1 деп көрсетіп тұр. Мына жерде. Неге екенін жазылып тұр мына жерде. Бірінші орында басқа дүкен тұр екен, оның бағасы 7968 теңгеге арзан дейді. Сондықтан ол бірінші орында тұр дейді. Содан кейін мына жерде мынандай бар. Жарнама дейді. 101 тауар, 102 тауар дейді. Жарнама бойынша бірінші орында тұр, немесе екінші орында тұр көрсетіледі. Жарнама бойынша бірінші орында тұрған тауарларды көрсетіп тұр. Нақты жарнама бойынша. Өйткені жазылып тұр мына жерде. Сізден де арзан бағалар бар, дүкендер бар дейді. Бірақ сіздің бағаңыз қымбат болса да бірінші орында тұр. Өйткені ол жарнама дейді. Мына жерде екінші орында тұрған тауарларды көрсетіп тұр. Сіздің бағаңыз бәсекелестің бағасынан салыстырғанда арзан дейді, бірақ бәсекелестің бағасы қымбат болса да ол бірінші орында тұр. Мына жерде жазылған 181 теңгеге қымбат. Өйткені бұл бәсекелестердің бәріне жарнама қосып отыр деп Клеверпост айтып тұр. Не көбінесе бүкіл тауарлар жарнама бойынша екінші орындарда тұр. Үшінші орында тұрған тауарлар өстіп көрсетеді. Ал енді мына жерде бесінші орында тұрған тауар не үшін екенін көріп ашып көрейік. Мынаны бассақ бірден Каспий дүкені ашылады. Осы жерде жазылған бәсекелестің бағасы 140 мың дейді. Ал сіздің бағаңыз дейді 140 мың 590 теңге дейді. Сондықтан сіз бірінші орында тұрған жоқсыз. Мынаны басып ашып көруге болады. Шынында да міне бәсекелестің немесе арзан екен бағасы. Содан кейін ол бірінші орында тұр. Сіздің минималды бағаңыз 590 теңге, сондықтан ол 590 теңгеден төмен қарай түсе алмай тұр. Түсірсеңіз автоматты түседі. Мына жерде мына сілтемені бассаңыз, сіздің дүкеніңізде Каспийден бірінші көрсетеді. Бұл тікелей сілтеме. Тікелей сілтемені көшіру үшін мына жерде басып көшіріп алуға болады. Осымен видео аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.